Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында Жаман Шұбаркөл деген ауылда туған екен бұл балалар. Бұл кедей отбасынан шыққан Сәбит Мұқанов. Бұл кісі жастайынан жетім қалған кісі екен. Бұның әкесінің аты Мұқан болған. 8 жасқа толған кезде анасынан айырылады екен. Содан Мұстафа деген ағасының қолында қалады екен бұл кісі. Жетімдіктің ауыр қасіретін тартқан Сәбит 10 жасынан бастап өз бетінше еңбек етіп, Керей тайпасының руынан шыққан екен бұл кісі. Жоқшылықтың зардабынан Сәбит әркімнің есігінде жүріп, отыншы, сушы, қойшы, жылқышы болып күн көрген екен. Сіздер қазір балалар қой бағасыздар ма? Қой бақпайсыздар. Біреудің суын әкеп бересіздер ме? Әкеп бермейсіздер. Сіздерде қазір жақсы заманда өмір сүріп жатсыздар. Өйткені сіздердің замандарыңыз көрген бұл кісі. Сол кісінің өлең жинағын жаттап, өзі жаңа ел арасында, ел аузында, бұлар жаңа бұрынғы заманда бір ауыл бірігіп жаңағындай әртүрлі шілдехана тойы, жаңа әртүрлі тойлар жасайды ғой. Сол кезде бұл кісі жаңа өлеңмен бастайды екен. Өлеңмен насихат, жаңа өлеңін айтып, өзі елдер қолпаштап, сол арқылы өскен екен бұл кісі. Бұл кісі қазақ совет төңкерісінің жеңімпазы болған. Бұл кісі әртүрлі жаңағы бұл кісі көптеген қиыншылық көрген Мағжан Жұмабаев осы кісінің ең бірінші өлеңін оқып шығарған екен. Бұл кісі сіздер ал бұл кісі Сәкен Сейфуллин жаңағы бәрі бір жылы өмір сүріп, осындай бір қиыншылықты көрген кісілер екен бұл кісілер. Бізде жаңағы бұл кісі газет баспасында жұмыс істеген екен. Құлшаш романын білесіздер ма балалар? Оқып көрдіңіздер ма бұл кісінің? Сәбит Мұқановтың. Бұл кісінің көптеген кітаптары бар. 1950 жылы Сәбит Мұқановтың шығармашылық қызметінде 30 жылдығына орай ол жасы 50-ге келеді екен. Сонда мерейтойында жұртшылықтың алдында қазақ совет әдебиетін туып, қалыптастыру процесінің үздігінің сіңіріп келген еңбек үшін Сәбит Мұқанов 2 рет еңбек қызыл ту орденімен марапатталған екен балалар. Осы. Сонда бәленбай жыл еңбек етіп келіп, 50 жасында марапат алған екен. Қандай қиыншылық көргенмен, ең артында 50-ге келгенде көрген екен.